Перизат Мырзахмет. Жүрегім жүрегіңнен орын тапты. Жалғасы. Перизаттың бұл біртүрлі күйін шешесі бірден байқады. Қолыңдағыға тыныштық берсейші. Келгелі бас көтермейсің. Жүр сөйлесеміз. Күйеуіңмен жолымыз екі айырылды дегелі Перизатпен кездесіп тұрғаны осы. Сондықтан сөйлесу керек. Екеуі күбі ыстайтын сарай жаққа барды. Сонымен не болды? Ештеңе, мен енді басы бос адаммын. Құдай қосқан жарыңнан жерініп не көрінді? Құдай қосты, адам қосты, бірақ мен таңдаған жоқпын. 9 жыл бұрын мен үшін қабылданған қате шешімді түзетіп жатырмын. Өмірімде бір-ақ рет жұрттың айтқанымен жүрдім. Сол жалғыз шешім 9 жыл өмірімді сызып тастады. 9 жыл бойы сыртым бүтін, ішім түтін бықсып жаттым. Бақыттысың ба деп сұраған ешкім жоқ. Құтты орнына қонған қыз, сүйікті жар, аяулы ана деген жұрт жапсырған таптауырын эпитеттер маған керек емес. Бірақ басқаның бәрін бақытты қылам деп жүріп, Құдай берген өмірдің атай 9 жылын құрбан қылып жібердім. Енді бірде-бір күн, бірде-бір сағат құр жібергім келмейді. Сондықтан енді ешкім ешқашан мен үшін шешім қабылдамайды. Жақсы, бірақ жалғызбасты әйелге, ажырасқан әйелге өте қиын болатынын ұмытпа. Бірі сынап қарайды, бірі пайдалансам деп жағалайды. Баласы бар жалғыз әйелдің көрген күні құрысын. Соңында бәрібір өкініш. Мейлі, жалғыздықтан жұрттың сыны мен сөзінен қашып өзімді өзім торға қамағым келмейді. Түбінде бәрі өкінеді, бірақ өзінің қалауын жасай алмай кеткен адам көбірек өкінеді. Азды көпті ғұмырда мен үшін жарқын сәттердің молырақ болғанын қалаймын. Тістеніп өмір сүруден жалықтым, апа. Шешесі үндеген жоқ. Әдеті сол. Шіркін, ана бір ашылып сыр айтпай қойдау. Түсінді ме, түсінбеді ме, өзінің өкінетін күндерін санап кетті ме, әйтеуір баяғы әдетіне салып үн-түнсіз өз шаруасына кірісті. Перизат телефонына қайта оралды. Телефон арқылы тағы бірнеше күн тоқтаусыз әңгіме. Бір күн Мәди сізбен шахмат ойнап отырған сияқтымын деп жазды. Перизат та дәл осы сезімнен рахат тауып отырған. Жалпы сәйкестік дейміз бе, жоқ екі ынтық жүректің үндестігі дейміз бе, жалпақ жұрт айтатын химия мен физика дейміз бе, әйтеуір екеуі сөйлесіп, бір-біріне ашылған сайын ғажап ұқсастықтарды табатын. Әңгімелесіп отырып, өзара байланыс, тылсым байланыс әлде қайда көп екенін көздері жете берді. Арада 16 жас айырмашылық бар, бірақ Мәди Перизаттың сүйікті ескі әндерін орындаған сайын Перизат, сенің жасың шынымен жиырмада ма? Жастар бұл әндерді білмейді ғой, деп таң қалады. Мәди мәз болады. Сан қилы қызығушылықтары туралы ойлары, қорытындылары, сезімдері мен қарым-қатынастары 99% сәйкес келетініне әуелде Перизат таң қалды, сосын қабылдады. Ал сосын сол сәйкестік ұқсастықтан ләззат ала бастады. Бұл әлемдегі ең тәтті сезім екен. Ойларымен жалғыз алысуға үйреніп алған Перизат үшін тіпті әлемдік лотерея ұтып алғанмен бірдей. Алматыға Астана арқылы қайтатын уақыт. Перизат Әдибегімді алып Астанаға бір күн бұрын келді. Мәди екеуі кешке кездесеміз деп келіскен. Перизат қатты толқыды. Балам Мәдиді қалай қабылдайды? Қабылдамай қойса не істеймін? Қызғанса, Мәди балама қалай қарайды? Ол қабылдай ала ма, не болады?
Осы ойлардың жетегімен есіктің алдына шықты. Алыстан Мәдиді байқады. Баласына қарады да, әне Мәди келіпті деді. Сол-ақ екен. Әдибегім жүгіріп барды да Мәдидің мойнына асыла кетті. Мәди де баланы жерден көтеріп алып қатты құшақтап бетінен сүйді. Әдибегім жерге түсе қоймай мойнына асылып тұрып біраз тұрды. Перизаттың көзі алақандай. Мен Перизаттың аузына қарай тығылып, бағанағы күдік күмәннің бәрі сейілгенін сезіп тарсылдап жатырмын. Жайда адамға жақындай қоймайтын, сынайы қарап алыстан бақылайтын Әдибегімнің мына қылығы, Мәдидің оған риясыз жауабы Перизаттың барлық қорқынышын сол мезетте күл қылып, астананың күндізі түні бір тынбайтын желмен ұшырып жіберді. Мәди Әдибегіме әдемі сырға сыйлады. Бала мәз, баласына қарап Перизат мәз. Мәди екеуі баланы ортаға алып, астананың саябағына қарай тартты. Бала алаңсыз ойнап жүр. Мәдиден әңгіме тарқатылып жатыр. Түн жарымға жақындаған соң амалсыз қайтайық деді. Дәл қоштасарда Мәди Перизаттың мойнынан жеңіл ғана өтіп, артық ештеңе айтпады. Көлікке мінді де кете берді. Түнімен тағы тоқтаусыз жазуыз. Сен сүйген жер өртеніп жатыр. Бұлай сүю нені білдіреді сен үшін? Сіз үшін ше? Мен үшін бұл уәде. Келесі күні баласыз кездесіп, бұл қарым-қатынастың сырын ашып, болашағын шешу керек болғанын екеуі де түсінді. Таң атты, шала-шарпы ұйықтаса да, шаттығында шек жоқ. Перизат баланың көкесінің үйіне тастап, таңғы асқа уәделескен жерге қарай ұшты. Екеуі дәмхананың екі есігінен бірдей уақытта кірді. Тапсырыс берілді. Шешуші әңгімеге жақындай алмай, екеуі де ұсақ түйекті тілге тиек етіп уақыт созды. Тек қолдарына ажырата алмады. Алақандары ажырамай тамақтанып болған соң серуендеп қайтайық деді. Шілденің күні дәл төбеде асфальтты ертіп жіберердей күйдіріп барады. Оған мән берген Мәди де Перизат та жоқ. Асықпай жүріп келіп астананың селдір талдарының бірінің көлеңкесіне отырды. Ең басты әңгіме жақындаған сайын мен де тынымсыз, Мәдидің де жүрегі атқақтап барады. Екі кеудеде аламан бәйге болып жатқан сияқты. Қан деген екі есе жылдамдықпен жүгіріп, ми өттеге тұншығып жатыр. Құлақтар шыңылдап кеткен. Екеуі де иірімге түсіп бара жатқанын, сол иірімге түскілері келетінін түсініп отыр. Екеуінің арасындағы алапат тартылыстың ортасында қорқыныш қана тұрды. Бізде болашақ бар ма? Деген үрейлі сұрақ ең басты әңгімені айтуға кедергі. Бір кезде Перизат бар ерік-жігерін жинады да Мәдиге бұрылды. Ол да осы әрекет күткендей үмітпен қарап отыр екен. Біреу айтса ертегі сияқты сенбейсің ғой. Астана ми қайнар ыстық. Тәуелсіздік көшесі 500 метр жерде мешіт тұр. Мәди екеуінің арақашықтығы жақындай берді. Бір қарыс, бір елі күннің аптабынан ба жоқ іштеріндегі өрттен күйіп кеткен бе, екі ыстық ерін түйісті. Мен тоқтап қалдым. Сылқ етіп төмен түстім. 1, 2, 3, 4, 5 секунд айнала тып-тыныш. Кеңістік тек екеуінің орнын бергендей. Кәдімгі космостағы тыныштық. Екі жан денеден бөлініп ұшып кетіп бара жатқан сияқты. Сияқты емес, ұшып барады. Айналдырған 5 секунд мына әлемнің барлық ережелері, заңдылықтары, жауапкершіліктері, кедергілері мен қиындықтары, көлденең кесапаттары бәрі бір сәтке жоқ болып кетті. Үрей, қорқыныш, сезімдік бәрінің үні өшті.
басқа әлемнің екеуі ғана қауіпсіз, екеуінің жүрегіне тыныштық сыйлайтын, екеуінің ғана жан түсінетін әлемнің қақпасы ашылғандай. Бәрі аңсайтын, бәрінің бірдей қолы жетпейтін жұмақ деген осы шығар. Шығар емес осы. Әлде мен тоқтап қалған соң перизат өліп қалды ма, жоқ тірі ме екен? Ерінен ажырағанда шайқалып тұрған түсінді. Мен қайта қалыпқа келіп соға бастадым. Перизат көзін ашып Мәдидің жүзіне қарады. Күлімдеп тұр. Ана жарқыраған жанардың түбінде үрей өшіп сенімнің нұры шашырады. Әрі қарай екеуі ұзақ отырып сырласты. Еш бүкпе боямасыз, ешқандай тығылмай, ойынсыз ойлар жалаңаштанды. Сөздер еш астарсыз ашық айтылды. Ешқандай жалаң пафоссыз. Сен тым жассың. Мен көрімді көріп, қателесіп, үміттеніп, алданып қайта тұрып, енді ғана іздегенімді тауып отырмын. Бізді жұрттың қабылдауы қиын болады. Мүмкін емес дейтіндер табылады. Ылғи тығылмақ тірлікпен жасырын кездесулерден, жария қуана алмаудан жалығатын кез де келеді. Сен осыған дайынсың ба? Жұрттың көзі мен сөзіне қараған адам емеспін. Мен үшін ең бастысы мамамның ризалығы. Оның қалай қабылдайтынын білмеймін. Сондықтан әзірге осылай жасырынып жұп боламыз. Бірақ мен осы шақта өмір сүргім келеді. Болашақта не болады деп қорқып осы шақта бақытсыз өткен қаншама адам бар. Мен ондай тағдыр қаламаймын. Қазір сүйіп тұрмын. Қазір бақыт тауып тұрмын. Онда неге болар-болмасын белгісіз болашақ бұны бұзуы тиіс. Қашықтықта да, жасырынуға да қиналмаймын. Тек әзірге мамама қалай айтуды білмей тұрмын. Оның жүрегін жаралағым келмейді. Онсыз да қанша қиындық көріп келеді. Дұрыс тәрбие бермедім. Мен дұрыс ана бола алмадым деп өзін кінәлағанын қаламаймын. Дәл қазір білетінім біз бір-бірімізді таптық. Сезім ортақ, бақыт ортақ. Оның рас. 90 жылдар тоғысып екеумізді кездестірді. Құдайдың бір жоспары бар шығар. Онда не болса да тәуекел. Сөйтіп перизат Алматыға кете барды. Бір аптадан соң жолығамыз деп уәделесті. Расында, Мәди мен перизаттың жолығуы, бір-бірін ұнатуы қаншалықты мүмкін екенін, екеуі екі түрлі қалада қиыспайтын салада жас айырмашылығы аз емес. Әсіресе қазақтың өлшемімен жер мен көктей. Сондықтан перизат та Мәди де бұл кездесуді тылсымға, мистикаға теңеді. Қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып және махаббат ғайып. Құдай берем десе, түйіспейтіндей түйістіріп, қиыспайтынды қиыстыра салады. Махаббатта адамның таңдауы жоқ. Мен мынаны сүйемін деп талғап тұра алмайды. Адам кімді қашан қалай сүйетінін таңдай алса, кедергісіз, қиындықсыз жұбын таңдап бақытты болар еді ғой. Бірақ құдіретті күшті Құдай жүректі адамға емес, адамды жүрекке бағындырып қойған. Күні-түні телефонмен байланыста хабарласудың қандай түрі бар, қандай жолы бар, бәрін қолданды. Талай таңды телефонмен әңгімелесіп жатып қарсы алды. Қозғалмаған тақырып, айтылмаған сыр қалған жоқ. Бірақ әлі де түбі көрінер емес. Екі жақта осы сезімге баспен сүңгіп кеткен. Сөйлесіп отырып, перизат күлгін жүрек жіберді. Неге күлгін? Күлгін эйфорияның түсі сияқты. Біздің күйді жауыр болған қызыл түске қимаймын. Маған ұнайды, біздікі ғана болсыншы. Әрине, тек біздікі.